Hey, what's up, guys? This is English from Zero. This is the ninth lesson, and today we're going to talk about pronoun questions. Ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге мен қайтадан Сұлтан. Бүгін ағылшын тілі 0-ден бастап сабақтар желісінің 9-шы сабағы. Бүгін сұрақ қоюды үйренетін боламыз. Сонымен кеттік. Біз алдыңғы сабақтарда өткен болатынбыз. Би етістігін қалай жіктеу есімдіктермен бірге қолданылу керек екенін. Мысалы, бірінші сөйлем I'm a student. Яғни ол I am a student деген сөйлемнің қысқартылған түрі, яғни to be етістігі қысқартылып кетті де I'm болды. Енді біз қалай сұрақ қоямыз? Сұрақ қойғанда былай қоямыз. Өте оңай. To be етістігі, be етістігі жіктеу есімдігінің алдына шығады да, қалғандардың бәрі бірдей болып қала береді. Яғни тек қана be етістігі орнын алмастырады. Сонымен Am I a student? Am I a student? Өздеріңіз естіп тұрғандарыңыздан интонация соңғы жаққа қарай жоғары кетеді. Интонациясы жоғарылайды. Сонымен сұрақ қойдық. Мен студентпін ба? Yes, I am. No, I'm not. Яғни екі түрлі жауап болуы мүмкін. Иә, мен студентпін. Жоқ, мен студент емеспін деген мағына. Енді біз мысалдарды қарастырайық, сіздерге түсініктірек болады. Сонымен Am I? Am I a boy? Yes, I am. Am I a girl? No, I'm not. Сонымен мен ұл баламын ба? Иә. Мен қызбын ба? Жоқ. Деген аудармасы сондай болып келеді. Келесі. Am I a singer? Yes, I am. Am I a dancer? No, I'm not. Яғни мен әншімін бе? Иә. Иә, мен әншімін. Мен жаңағы не танцор дейді ғой, орысша айтқанда қазақша. Бишімін бе? Жоқ, мен биші емеспін деген мағынаны білдіреді. Сонымен келесі мынандай сөйлемді қарастырайық. He's a student. She's a student. Яғни ол студент деген мағынаны білдіреді. He дегеніміз ер адамдарға, she дегеніміз әйел адамдарға. Сұрақты қалай қояды екенбіз? Дәл алдыңғыдағыдай be етістігі алдына шығып кетеді де, қалғаны өзімен ары қарай бұрынғыдай болып қала береді. Мысалы, Is he a student? Is she a student? Ол студент бе? Yes, he is. Yes, she is. Яғни, иә деген жауап осылай болады. No, he isn't. No, she isn't. Немесе жоқ. No, he's not. No, he's not. No, she's not. No, she's not. Яғни біз жоқ деген жауапты екі түрлі айта аламыз. Яғни біріншісінде isn't, екіншісінде is not, яғни he's not, she's not. Ол екеуі де бірдей, мағынасы бірдей, екеуінде де қолдана берсек. Мысалдарға көшейік. Is he? Is she? Is he a man? Yes, he is. Is he a cowboy? No, he isn't. Келесі. Is she a woman? Yes, she is. Is she a cowgirl? No, she's not. Көріп тұрғандарыңыздай, біз екіншіде басқа жаңағы екі түрінде қолданып шықтық. Екеуі де бірдей, естеріңізге сала кетейін. Isn't және is not екеуі мағыналары бірдей қолдана берсеңіздер болады. Келесі. It's a dog. Естеріңізге сала кетейін, it дегеніміз ол жануарларға, заттарға, мекен-жайға байланысты айтыла береді. Сонымен біздің жағдайда ол itке байланысты. It's a dog. Is it a dog? Яғни ол ит пе? Yes, it is. Yeah. No, it isn't. Жоқ, ол ит емес. No, it's not. Жоқ, ол ит емес. Яғни бұл жерде дәл сондай, екеуінің мағынасы бірдей, қолдана берсек болады, ешқандай қате болмайды. Сонымен мысалдарға көшейік. Is it a book? Yes, it is. Is it a chair? No, it isn't. Is it a shoe? Yes, it is. Is it a car? No, it's not. Яғни shoe дегеніміз ол аяқ киім, car дегеніміз көлік. Аяқ киім бе? Иә. Бұл машина ма? Жоқ, бұл машина емес. Келесі. You're a boy. Сен баласың деген мағына білдіреді. Немесе сіз баласыз. Are you a boy? Сен баласың ба? Yes, I am. Иә, мен баламын.
No, I'm not. Жоқ, мен бала емеспін. Яғни бұл жерде өте оңай. Сұрақ қойғанда да be тістігі алдыға шығып кетеді де, қалғандар өзі қалай береді. Мысалдарға көшейік. Are you Kazakh? Yes, I am. Сен қазақсың ба? Иә, мен қазақпын. Are you a clown? No, I'm not. Сен клоунсың ба? Жоқ, мен клоун емеспін деген аудармасы сол келеді. Келесі. Are you a musician? Yes, I am. Are you a dancer? No, I'm not. Musician дегеніміз ол жаңа музыкант. Сен музыкантсың ба? Иә. Сен бишісің бе? Жоқ деген мағынаны білдіреді. Келесі. We are teachers. Біз мұғалімдерміз деген мағынаны білдіреді. Сонымен сұрақ қалай қойылады? Are we teachers? Біз мұғалімдерміз бе? Yes, we are. Yeah деген мағынаны білдіреді. No, we aren't. Жоқ. No, we're not. Дәл алдыңғыдағыдай бұл жерде де екі түрлі келуі мүмкін. Aren't және are not деген сияқты. We're not немесе we aren't. Екеуі де бірдей қолданыла береді. Біреуі осындай aren't, екіншісі we're not деген. Екеуі де мағынасы бірдей қолдана берсе болады. Келесі they're friends. Олар достар. Are they friends? Олар достар ма? Yes, they are. Иә, олар достар. No, they aren't. Жоқ, олар достар емес. No, they are not. Жоқ, олар достар емес. Мысалдар. Are they tourists? Yes, they are. Олар туристер ме? Иә, олар туристер. Are they dogs? No, they aren't. Олар иттер ме? Жоқ. Сіздерге they жіктеу есімдігі қай кездерде қолданылатын еді? Ол көпше түрдегі адамдар болса, біреулер болса, және жануарлар болса, бір мекен, мысалы, қалалар болса, және заттар болса, біз қолдана беретін болғанбыз. Сонымен иттер деген бұл жануарлардың несіне келіп тұр. Мысалына, олар иттер ме? Жоқ, олар иттер емес. Олар мысықтар болуы мүмкін. Келесі. Are they computers? Yes, they are. Олар компьютерлер ме? Сенің айтып тұрғаның? Иә, олар компьютерлер. Are they birds? No, they're not. Олар жаңағы құстар ма? Жоқ, олар құстар емес. Сонымен, құрметті достар, ағылшын тілін үйреніп жүргендер, бізде сабақтың аяғына келіп жеттік. Сіздердің видеоны қарағандарыңызға көптен көп рахмет. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Түсінбеген жерлеріңіз төменде сұрақ қойып комментарий жазыңыздар. Сонымен келесі кездескенше сау болыңдар. Goodbye.